Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда осы аптадағы Қазновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Қазақстан мен Ресейдің ауыл шаруашылығы министрліктері шекараға жақын аумақтарда зиянкестерге қарсы күрес мәселелеріне арналған кеңес өткізді. Кеңес қорытындысы бойынша бірлескен іс-шаралар жоспарларына қол қойылды. Қазавтожол кәсіпкерлерге жол бойына жер бөлуге дайын. Тұрғындармен кездесуде ұлттық компания мамандары нұрлы жол бағдарламасына сәйкес 2020-2025 жылдары Қазақстанда қауіпсіз және ақыл автожолдар желісін дамыту жоспарын түсіндірді. Қазақстанда коронавирустан 10 адам қайтыс болды. 18 ақпандағы мәлімет бойынша 21.994 адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Қарағанды фармацевтикалық кешені ел аумағында Спутник V коронавирустық инфекциясына қарсы вакцинаны ресми түрде тіркеді. Алматыда медициналық заттар мен дәрі-дәрмек тапшылығы болмайды. Бұл туралы халыққа есеп беру жиында Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев айтты. Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаменті көктемгі су тасқынына дайындық жұмыстарын баяндады. Облыста су басу қаупі басым 30 елді мекен бар. 18 ақпан күні сағат түнгі 12:50 шамасында Қызылжарма шағын ауданы аумағында тұрғын үйден өрт шыққан. Салдарынан 1 жасар бала қайтыс болды. Биыл жыл басынан бері 877 адам тарихи отанына оралып қандас мәртебесін алды. 1991 жылдан бері республикаға барлығы 1.071.000-нан астам этникалық қазақ келген. Осы аптада белгілі журналист Нұртілеу Иманғалиұлы мен ақын Шөмішбай Сариев өмірден өтті. Қор биржасында доллар тағы арзандады. Ұлттық банктың 18 ақпандағы ресми бағамында 1 доллар 416,8 теңге болып белгіленді. Әлемнен бір ақпар, Украинада карантин 30 сәуірге дейін ұзартылды. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрі Максим Степанов үкімет отырысында мәлім етті. Украина коронавирустан болған адам шығыны бойынша Европада 34-ші орында. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қазновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.